Армысыздар, құрметті достар, бұл Құрылтай YouTube арнасы, студияда мен Қазис Абишев. Бүгінгі біздің қонағымызда саясаттанушы, PhD докторы, Қытайды, ұлы көршімізді зерттейтін сарапшы Қазбек Майгелдинов. Қазбек, сәлеметсіз бе? Біз бүгін Қытай туралы, сіз жақсы көретін Қытай туралы бірнеше сөз айтсақ бола ма екен? Әлбетте. Енді ең бірінші сұрақ, Қытай бізді, Қазақстанды басып алайын деп жатыр ма? Неге ондай сұрақ қойылатынын түсінбейміз. Бірақ мен сұрақтың түпкі нұсқасына келетін болсақ, жалпы біздің стереотипті Кеңес одағынан бері бір сондай ұғымды қалыптастыру үшін белгілі бір арнайы үгіт насихат жүргізілгенін айта кету керек. Ол қандай? Олар кезінде Халкин қолдағы текетірестен кейін осы Қытайдың жаңағы мысын кішкене бастау үшін ең шекаралас біз ғой, Қытаймен ең көп шекаралас. Сондықтан біздегі мына нарратив басты. Қара Қытай қаптайды, қара Қытай жаулап алады деген сияқты анау жоңғар шапқыншылығынан былай қарай қалған идеяны көбірек айта бастады. Бірақ шын мәніне келетін болсақ, шын мәніне Қытай жаулап алады ма дегенде бұл жерде қарау керек. Қай жағынан жаулап алады? Қытай мысалы өз тарихында 3000 жылдық тарихы бар, ешқашанда жаулап алушылық соғыс жүргізбеген. Олар іштей бір-бірімен қырылысқан, опиум соғысы болды, сырттан келген жаңағы басқыншыларға қарсы соғысқан, 30-шы жылдары Жапон интервенциясы болған кезде соғысқан, сырттан келетіндермен. Ал бірақ біреудің жерін жаулап алу, сыртқа шығып біреудің жерін басып алу сияқты ондай ешқандай жаулап алушылық соғыс тарихында жүргізбеген қытайлықтар. Бірақ қазіргі соңғы 15-20 жылда алатын болсақ, Қытай экспансия жасап жатыр. Жаулап алып жатыр. Қалай? Экономика мен технология арқылы. Яғни экономикалық экспансия дегеніміз ол деген несиелер беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Ол деген инвестиция салу арқылы, мысалы Африкада болсын, Орталық Азия мемлекеттері болсын, бір белдеу бір жол арқылы қаншама триллион ақшамен мысалы сыртқы басқа елдердің тауарларын шығару арқылы, өзінің жаңағы кәсіпорындарын кіргізу арқылы бір жағынан жасап. Одан кейін тағы екіншісі бар, технология. Мысалы технология деген не? Қазіргі мына барлық бейне бақылау құралдары бізде Huawei болған, қазір енді ауыстырды ғой, Астана қаласында араб мемлекетінің Кувейттен келді деп жатыр. Бірақ енді олай деп айтқанның өзінде де олардың мысалы Huawei, Tencent, басқа да технологиялар әлемді жаулап жатқандығына оны ешкім жоққа шығармайды. Сондықтан Қытай жаулап алады ма сұраған кезде мен бұл риторикалық сұраққа былай деп жауап бердім. Қытай қазірдің өзінде экономикалық, технологиялық жаңағы жаулап алушылығын жүргізіп жатыр. Иә. Енді қазір сіз өз жұмысыңыз туралы бізге мағлұмат берсеңіз бола ма екен? Сіз нені зерттеп жатырсыз? Қалай Қытаймен айналысып жатырсыз? Қытаймен біріншіден айта кетейін, өзімнің докторлық диссертациям бұл белдеу және жол Қытай бастамасының аясындағы Қазақстанның геосаяси мүдделері деп аталады. Яғни осы белдеу жол ең алғаш рет қай жақта жария етті Қытай басшысы Си Цзиньпин? Осы Астанада 2013 жылы. Сондықтан осы тақырыпты алдым, ол бір деп қояйық. Екіншіден, Қытай Халық Республикасының жалпы ғылыми сарапшы ретінде мен осыдан тура 10 жыл бұрын, 2016 жылдан бастап қызыға бастадым. Алғаш рет Қытайға барғаным да сол 2016 жыл. Содан бері осы саясаттанушы ретінде, енді ішкі саясатты да арасында осындай пікірлерімді айтып жүрсем де, жалпы ғылыми тұрғыда ғылыми мақалалар жазамын, ғылыми конференцияларға қатысамын, түрлі сараптамалық жаңағы баяндамалар осы Қытай тақырыбында болып жүр. Енді менің қазіргі 2022 жылы, осыдан 4 жыл бұрын мынандай идея келді. Қытайды зерттеушілер қауымдастығы, бұл қоғамдық қор құру туралы. Ол идея неден келді? Ол идея негізінен осыған дейін сол 16 жылы алғаш рет Қытайға барып келгеннен кейін менің ойымда жүрген. 6 жылдан кейін ғана ол жүзеге асты. Себебі ең қызық мына парадоксты қараңыз. Қытай Халық Республикасында мыңдаған университет бар, жүздеген ғылыми зерттеу орталықтары бар, иә? Сол 16 жылдың өзінде мен мысалы Сиань қаласында болдым. Бір ғана Сиань қаласында 3 университетінде Қазақстанды зерттеу орталығы дегенді ашып алған. Қазір осы Қазақстанды зерттеу орталықтары менде бар мағлұматтар бойынша 10-нан асады. Ол Бейжің қаласында, ол Шанхай қаласында, Сиань, Шэньчжэнь қаласында осы орталықтар бар. Сондағысы ең бұл жердегі маңыздысы ол Қытайды зерттеу орталықтары әртүрлі саладағы университеттерде. Мысалы,
Бейжің қаласында Бейжің жаңағы шет тілдер университетінде Қазақстанды зерттеу орталығында қазақ тілін зерттеп жатыр. Ол жердегі мамандар Қытайдың кәдімгі университетін бітірген ғылыми қызметкерлер қазақ тілін судай біледі. Олар жаңағы біздің қандастар сияқты біздің қазақтар емес, нағыз қытайлар, бірақ қазақ тілінде судай сөйлеген соншама, соның біреуі былтыр Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қазақ тілі әдебиеті бойынша PhD докторлықты қорғаған ғой. Сонымен қытайлар бізді қазақты жан-жақты зерттеп жатыр. Ал енді жаңағы қауымдастық құрудың басты мақсаты неде болды? Біз 20 миллион халқы бар Қазақстан, 1,5 миллиардтан астам бар Қытайды неге зерттеуге ден қоймаймыз? Неге бізде зерттеу жоқ? Осы парадоксты шешу. Осы зерттеулеріңізге қаражат беріп жатқан кім? Қытай ма? Ешқандай қаражат жоқ бұл жерде. Бұл жерде ең бастысы ақысыз, қоғамдық қор ғой. Қоғамдық қор. Менің басты бұл жердегі мақсатым болғаны, елімізде Қытай танушылар бар, жоқ емес, бірақ аз, өте аз. Көбісі Алматыда, олар өздерінің бір қауымдастығын құрып алған, Жібек жолы деп аталады, зерттеушілер тобы деген бар. Ал енді Астанада бізде де бар. Ең қызығы, соңғы 15-20 жылда біздің Қазақстаннан 15 мың студент барып, 15 мың студент бар, ол ресми ақпарат, Қытайда оқып келген. Сонда менде сұрақ туады, сол 15 мыңның бәрі қайда? Енді Қытай тілін біледі, 5-6 жыл Қытайда оқыған, Қытайдың ең болмағанда ішкі бір болмысын біледі деп. Ең бұл жердегі күлкілі жағдай шығар. Олардың басым бөлігі, мен өзім таныстарым да бар біразы. Жұмыс таба алмай жүрген әу баста. Неге? Өйткені осында Қазақстанда әрі кетсе Қытай компанияларына барып аудармашы болады, әрі кетсе. Ал бері кетсе, сол Қытайға баратын саудагерлердің жаңағы жол серігі болып, сондай қызметте. Ал енді сол алып келген бэкграундын бізде жүзеге асыруға, мысалы, жаңағы сөз неден шығып отыр? Бізде толыққанды кәдімгідей Қытайды бөлек зерттейтін бір институт керек ау. Баяғыдан керек ол. Өйткені Қытайдың біз деген жаңағы сауда қарым-қатынасынан бөлек әрбір кез келген екі жақты қарым-қатынас жасаған кезде біз білуіміз керек та, кімдер бар. Түсінікті. Бұнда институт құрылса, сіз оның басшысы болайын деп жатырсыз ба? Енді ол ұсынысқа да байланысты. Мен басты мақсатым басшылықта емес, басты мақсатым осы Қытай танушыларды біріктіру арқылы біз Қытайды терең зерттеуіміз керек. Бұға даярсыз керек болса. Ұсыныс жасаса көре жатармыз. Түсінікті жағдай. Нақты деп ашық айтыңызшы, сіз Қытайды құрметтейсіз ба ғана, немесе сіз оны жақсы көресіз бе? Қытайға көзқарасым мынадай. Қытай өз дамуында қазір номер 2 экономика деп жатыр ғой, технологиялық даму. Мен көрдім соңғы 10 жылда қалай ол дамыды. Мәселе құрметтеуде емес, мен Қытайға әуелде таң қалдым, одан кейін шынайы мен Қытайдың осындай прогресс жасауындағы еңбекқорлығына былайша айтқан кезде өз тарапынан, жаңағы өзін құрметтеу деген шығар, өз тарапынан тамсандым. Осылай 10 жылда қалай олар өзгеріп кетті. Мысалы қараңыз, соңғы 10 жылда Қытай, 21 жылы Қытай басшысы кедейлікті абсолютті жеңдік деген баяндама жасады. Оның астында ол мысал келтірді, мен ол мысалды кейін ақпарат факт-чекинг жасап қарадым. Мысалы, Шэньдун деген провинция бар Қытайда, сол жерде кішкентай ғана ауыл бар, Дайцзу деп аталады, кішкентай ғана ауыл. Ол жерде жол жоқ болған, 2014 жыл көз алдында, осыдан 10 жыл бұрын жол жоқ, интернет жоқ, жұмыс жоқ, жастар кетіп қалған. Сол Дайцзу қазір миллионерлер ауылы. Неге деген сұрақ туады? Неге? Қалай олар жасады? Мен сізге айтам, осында саясаттануда бұндай нәрсе бар, джентрификация, білесіз ба? Бір кедей ауылға байлар келеді, кедейлер кетеді, сол себептен бұл ауыл жоқ, ол жерде басқаша болды. Ол басқаша болды. Қалай болғанын айтайын ба? Ол жерде басқаша болды. Ол жерде эксперименталь түрде мынадай шешім қабылданды. Біріншіден, оптоволокно алып келеді, Шанхайдан да жүйрік интернет желісін алып келеді. Бір деп қойыңыз. Екіншісі, сол жердегі ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтарға ешқайда шықпай, жаңағы Taobao деген ол жерде маркетплейс бар, электронды коммерция, соның жеңілдетілген олар сол ауылдың адамдары үшін ұсыныс береді. Яғни жай ғана телефонмен өздері тіркеледі да, бүкіл заттарын сол жерге салады да,
ешқандай арадағы жаңағы делдалсыз тікелей кез келген жерге тауарын алып баруға жаңағыдай не карго ашып қояды, сондай мүмкіндік береді. Нәтижесінде не істейді? Ол жерде әуелі кішкентай цехтар ашылады, ол цехтардан кейін ол фабрикаға айналады. Нәтижесінде ауыл шаруашылық жай ғана ауылдың жаңағы әлеуетін интернет арқылы, электронды коммерция платформасы арқылы мүмкіндік беріп, осылай гүлдендетіп жіберген. Түсінікті. Көрдіңіз ба? Енді менің есімде бар, 10 жыл бұрын Қазақстанда үлкен ксенофобия болған еді. Солай емес пе? Біз далада осындай Қытайға қарсы, Қытайға жол жоқ, Қытайдан келген зауыттар салынбасын Қазақстанда деген сияқты ондай жағдайлар болды, есімде бар. Енді ол сырттан әкелген ксенофобия ма? Әлде қазақтар нақты түрде Қытайды жек көріп жүрді ма? Сіздің ойыңызша? 16 жылғы бұл ксенофобияның өршіп кетуінің басты себебі, біз бәріміз білеміз ғой, бұл жер мәселесіне болды. Жерді жалға беру, яғни шетелдіктерге, оның ішіне қытайлықтарға жерді беруге болмайды. Өйткені ол жерге лас өздерінің зауыттарын алып келеді, басқа да. Әрине оның себептері болды. Бұл ксенофобия оған дейінгі Қытайға ешкім соншама құшақ жая бізде қоғамда жалпы ондай көзқарас болмаған, ал ол жаңағы отқа май құйғандай үстіне қосылған бір әрекет болды деп есептелемін. Бірақ мәселе қай жерде жатыр? Ксенофобия бізде ғана емес, жалпы орталық Азия мемлекеттерінің арасында көбінесе бұл қалыптасқан жағдай. Бізде деген русофобия да бар. Керек десеңіз, ол фобия деген мәселе қайда жатыр? Яғни мына жағынан бізде деген геосаяси дейміз, жағрафиялық дейміз, өз сондай территорияда тұрмыз. Мына жағымызда Ресей Федерациясы, мына жағымызда Қытай Халық Республикасы. Бұл екеуі де үлкен держава, бұл екеуі де әлеуеті жаңағы халық санында көп мемлекеттер. Сондықтан бізде олардан қорқу, ол заңдылық. Біз деген ол фобияны былай деп қарамауымыз керек. Біз деген қытайлықтардан қорқамыз, өйткені олар бізді жаулап алады, немесе өйткені басқа да. Бұл жерде жай ғана менің түсінігімде жай ғана объективті себеп бар. Олар көп, біз азбыз. Бірақ біздің жеріміз көп, олар деген мысалы жерге де мұқтаж, басқаға да мұқтаж, және бізде сонда заңдық сұрақ туады. Олар деген ертең адамы көбейіп кетсе, баратын жер болмаса, кімге бірінші көз салады? Әрине, мына жақта 20 миллион халқы бар, мынандай 9-шы әлемдегі орын алатын территориясы бар жерге келеді деген. Ол объективті қорқыныш, үрей. Оған біз деген солай қарауымыз керек. Ал мәселе екінші жағында, біз енді үрей бар деп шекараны үлкен Трамп айтқан Мексика мен Эквадордағы сияқты қабырға салып тастауымыз керек па? Бізге сол қандай нәтиже алып келеді? Немесе біз олармен қарым-қатынас жасаған кезде өз мүдделерімізді сақтай арқылы жұмыс істеуіміз керек па? Мен ойымша, осы екі прагматикалық қарым-қатынасқа көңіл аударсақ, оңай шешіледі. Біз сол қабырғаны орнатсақ, біздің экономикасына біз ол үлкен залал келтіруі мүмкін. Біз одан жеңбейміз деген ба? Соны айтып отырмын ғой. Біз одан жеңеміз бе, жеңбейміз бе? Осы мәселеге қарау керек. Бірақ әрдайым біз сақ болуымыз керек. Енді экономикалық жағынан Қытай Қазақстан экономикасын сатып алып жүр ме? Енді қараңыз, сатып алып жүр дегенде біз Қытаймен екіжақты қарым-қатынаста соңғы 5 жылда прогресс бар. Қандай? Егер 5 жыл бұрын 2021 жылы біздің ең нөмір бірінші сауда қарым-қатынасындағы әріптесіміз бұл Ресей болса, қазір Қытай болды. Ол заңды түрде болып кетті. Неге? Өйткені бір жағынан Ресей мен Украина соғысы бар, ол жақтағы біздің тауар қатынасымыз қазір азайып қалды. Екінші жағынан Қытайдың өндіру деңгейі күшейіп бара жатыр. Оларда тауар көп, оларда жаңағы мен айтқан фабрикалар, зауыттар көп, затты шығару керек көбірек. Олар енді Қазақстанда транзит ретінде әрине қолданып отыр, Еуропаға шығу үшін, таяу шығыс елдеріне шығу үшін, бірақ бізге де оған тиіп жатқан жаңағы қысым бар, экономикалық қысым. Оның нәтижесінде біз деген мысалы инвестицияны алуға тырысып жатырмыз, жаңағы технологияны алуға тырысып жатырмыз, бірақ бізді сатып алып жатыр деп айту енді ағаттық деп есептеймін. Бірақ бұл жерде мен айтатын бір үлкен мәселе, қауіп-қатер бар. Ол қандай? Мен өзімнің доктор диссертациямды жазған кезде ол туралы арнайы тарауда болды. Қытайдың мысалы Мьянмадағы үлкен кейсі бар. Мьянма Қытайдан инвестициямен тікелей несие деген бар. Соның бәрін алып көбірек алып алады да, сосын Қытай айтады, енді қайтару керек еді дегендей. Сол кезде Мьянманың экономикасы біз оған мүмкіндігіміз жоқ деген кезде, онда
жаңағы жеріңіздің бір бөлігін бізге жалға беріңіз деп сондай бір үлкен кейс болған. Одан кейін екінші кейс бар, ол қарызға түсіп қалу, жаңағы шұңқыр дейді, долговая яма дейді. Ол мәселе бойынша мысалы алысқа бармай ақ қойыңыз, Тәжікстан жағдайы сондай болып қалды. Тәжіктер жаңа Қытаймен қарым-қатынаста көп қарыз алып қойып, нәтижесінде қарыздар мемлекеттер қатарына кіріп кетті да. Ал Қытай айтады, қарыз болсан, онда басқаша бір жаңағы жолдарын іздестірейік. Енді жер дегенде, ол жерде жер жалға беру деген Мьянмадағыдай алып қойған жоқ, бірақ біз Қытайдың мысалы жеке әскері Таулы Бадахшан жаңа жеріне біздің инвестициямызды қорғау үшін деп сондай кішігірім өзінің жаңағы бөлімдерін кіргізіп алды мысалы. Көрдіңіз ба? Өзіңіз айтқандай, Қытайда қазір мыңдаған қазақ студенттері оқып жатыр, иә. Сонымен қатар енді біз білеміз, Ұлыбритания былай істейді. Ол шетел элиталарды өзіне шақырып, оларды оқытып, оларды даярлап, содан соң осы Англияда білім алған элиталар, олар әсер агент ретінде жұмыс жасайды көптеген елдерде. Сонымен қатар енді Қытайда қазір біздің болашақ элиталарымызды дайындап жатыр ма? Өте заңды сұрақ. Негізінен бұл мәселеде мен мынадай мысал келтірер едім. Қытайдың жалпы ішкі саясаты, мен ішінде 10 жылдай жүрдім ғой, жыл сайын 2-3 рет барам, сол жердегі ғалымдармен де сөйлесем, олардың айтатын мынау: бізде идеология былай орналастырған, Қытай азаматы қай жерде жүрсе де, ол Қазақстанда жүре ме, Америкада жүре ме, қай жерде жүрсе де, ол Қытай азаматы болып қалады. Қандай терең ұғым. Жаңағы сіздің агент деген мәселесіне келген кезде. Ал енді біздің сол жақта оқып жатқан, әрине, бұл жерде біз жоққа шығармайтын екі басты факт бар. Ол Қытай құндылығын алады. Ол бір деңіз. Екіншіден кейін, ол жерге барған азаматтар, мысалы, Қытайдың даму деңгейін бәрін көргеннен кейін, ол Қытайға ұмтылып тұрады. Былайша айтқанда, Қытайдың бізге қарағанда мысы бәрібір басым болып қалады. Олар қытайшыл немесе Қытай құмар болып кетеді. Қытайшыл демейік енді, бірақ Қытай құмар деген жақсы сөз екен. Мүмкін ондай деңгейге барып қалу мүмкін, жаңа қауіп қатері бар. Одан бөлек, мысалы, қытайлықтардың, бұл енді жұмсақ күш қой, soft power. Жұмсақ күштің тағы бір қызығы, мен Қытайға осы былтыр барған кезде, Қытайдың сол сыртқы істер министрлігі жанында халықаралық зерттеулер институты бар, соның басшысымен Ли Цзыго мырзамен сөйлескенде, мен сондай сұрақ қойдым. Сіздердің, мысалы, Америка, Ресей, Европа мемлекеттерінен жұмсақ күштері сияқты, сіздің жұмсақ күштерін сол Конфуций институттары ма деген кезде, ой, жоқ дейді. Конфуций институттары, жаңағы Лубянь шеберханалары деген, ол жай біздің бөлімшелер. Сонда мен сұрадым, сіздің жұмсақ күш не десем, біздің жұмсақ күш үнсіз дейді, үнсіз, дыбысы жоқ. Ол технология. Жоқ, олардың бұл үлкен қауіп негізі. Технология деген не айтып отыр? Мысалы қараңыз, қазір бізде электромобильдер, Зикрім бар, BYD бар, Чанган бар, басқалар бар. Кіріп жатыр ма? Кіріп жатыр. Одан кейін Huawei бар, Xiaomi бар. Мысалы, Xiaomi тек қана телефон емес, түрлі үйдің жаңағы құрал жабдықтарын бәрін кіргізіп жатыр. Ал енді оның ішінде не бар? Фантастикалық кинолардан көрдік қой, чиптары бар, басқалары басқа. Мықты контроль. Иә, бақылау, таталды дейді. Мысалы, сондай жағынан үлкен қауіп бар. Ол басқа мәселе. Менің сұрағым, болашақта біздің элиталарымыз Қытай тілінде біліп, сөйлеп, олар қытайшыл болып кету қаупі бар ма? Иә, осындай тәуекел бар ма екен? Тәуекел бар, әрине бар. Себебі бұл өте маңызды сұрақ. Егер болашақта біздің үкіметімізде олардың мүшелердің жартысы қытайшыл болып кетсе, ол біздің стратегиялық тұрғымызға қалай әсер ету мүмкін деген сұрақ туындады. Сол себептен мен бұл сұрақты қойып отырмын сізге. Сондықтан мен жаңағы әу баста көтерген мәселе, сол келген қайтып оралады, олардың бәрі қайтып оралып жатыр. Сол 15 мың мысалы жас мамандар болса, біз солармен жұмыс істеуіміз керек. Яғни оларға тек қана жұмыс беру мәселесі емес, оларды біздің қоғамдағы бір орны болу керек та. Өйткені егер олар біздің ана жақтан Қытай тілін оқып беріп, мына жақта Қытай компанияларына жұмыс істей берсе, олар Қазақстан үкіметіне, немесе Қазақстан халқына, немесе Қазақстанға емес, Қытайға жұмыс істеп отырған деген сөзбен пара-парда. Ал енді біз ол керісінше келген жастарымызды мына жақта ынталандырып, мотивация жасап, бұл жерде мүмкіндік беріп, бұл жерде дамуға жағдай жасап, және олардың алып келген ақпаратын, білімін өзіміз қайта қорытып,
ары қарай дамытатын болсақ, ол бізге плюс болатын еді. Бірақ бізде ондай кері байланыс болмай отыр. Оқитын оқиды, қайтып келеді, қайда кеткені белгісіз. Менің ойымша, мысалы, болашақ арқылы енді келетіндер түсінікті, ол бағдарламада түсіп жатқандар, олар міндетті түрде 5 жыл жұмыс істеу керек, басқа да жұмыс жасалып жатқан шығар, бірақ ол өте аз пайыз. Ең көп пайызы біз ол азаматтардың, мысалы, қаншалықты қайтып біздің қоғамға сіңісу, жаңағы біздің қоғамдағы өзінің орнын табу мәселесінде менің ойымша зерттеулер қажет. Ол зерттеулер мысалы жүргізіліп жатқан жоқ. Түсінікті. Келесі сұрақ. Егер болашақта бір жаман жау Қазақстанға әскери шабуыл жасайтын болса, Қытай Қазақстанның қорғаушы ретінде бізге көмек көрсете ала ма? Менің ойымша бұған нақты жауап бар. 2024 жылы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин осы Астанаға ресми сапармен келген кезде ол өз баяндамасында ашық айтты. Біз Қазақстанның территориялық тұтастығына және де Қазақстанның қауіпсіздігіне кепіл береміз деген. Ондай сөзді Қытай Халық Республикасы ешбір жерде айтпаған. Бірақ оның астары да бар. Бұл жерден жай айтылған жоқ. Өйткені жаңа жоғарыда айтылған 2013 жылы басталған қазіргі таңда әлемдік емес, мен былайша айтар едім, жаһандық геоэкономикалық бастамаға айналған жол және белдеу бастамасының басты күре тамыры артериясы. Ең қысқа жолы және де ең басты жаңағы Қытай үшін қажетті дәліз коридоры ол Қазақстан. Яғни оған не керек? Қазақстан не үшін қызықты Қытайға? Тауарлары қауіпсіз аймақ арқылы өтеді. Бір ғана шекарадан кіреді, екінші жағынан ары қарай Еуропаға шығып кетуге мүмкіндігі бар. Ол өзінің инвестициясын қорғауға мүдделі ме Қытай? Әрине мүдделі. Ол өзінің инвестициясын, өзінің ақшасын, өзінің салып отырған теміржол арқылы жүріп жатқан вагондарын қорғауға мүдделі ме? Мүдделі. Сондықтан сол тұрғыдан алған кезде оған жаңағы өртеніп жатқан немесе ішкі саяси дағдарыста немесе қандай да бір сыртқы мемлекеттің басқыншысының қатеріне туып жатқан Қазақстан керек емес. Жоқ, қараңыз, осында менің ойымша екі нақты интерпретация бар. Бір жағынан Қытай басшысы неге бұлай деп айтты? Себебі ол бұлай деп айтты. Егер Қазақстанның екінші ұлы көршісі Қазақстанды неге ұлы көршісі деп айта бересіз? Қазақстанды басып алғысы келсе, Қытай бізді қорғап, оған айтады. Қазақстанды тиіспе деп. Бірақ екінші жағынан ол бұлай деп айтты жасырын түрде. Егер ертең ақш немесе Еуропалық одақ Қазақстанда революцияны жасағысы келсе, Қытай оны қостамай кірет және де революцияға қарсы әрекет жасауға даяр болады деген сөз. Мәселе ішке кіріп революцияға ауыздықтауға даяр болады деген нақты айтпас едім. Бірақ ол жерде мен нақты Қытай басшысының сөйлеген сөзінен шығып отырмын. Олардың негізгі басты принципі ешбір мемлекеттің ішкі жаңағы шаруасына араласпау керек деген. Араласпау керек деген мәселе. Бірақ екінші жағынан ол тағы да мүдде тарапынан келеді. Мен тағы да басып айтқым келіп отыр. Қытай үшін мысалы теңіз арқылы жол Қытайға оңайырақ болатын еді. Бірақ ол жақта қазір мысалы оңтүстік шығыс теңізде Америка Құрама Штаттарымен текетірес бар оларда. Тайвань аралы үшін басқа да. Сондықтан ол жақта қандай да бір ертеңгі күні тізбектер тоқтап қалса, мысалы Ормуз бұғазы қазір деген бүкіл әлемге қалай әсер етіп жатыр? Мұнай бағасы көтеріліп жатыр, басқа да. Өйткені ол жерде танкерлер тоқтап қалды. Тура сол сияқты Қытайдан шығып жатқан тауарлар тоқтап қалса, Еуропаға шығарып жатыр ғой. Ол Қытайдың экономикасына кері әсер етеді. Яғни ішкі өнім күшейіп кетеді, көбейіп кетеді, нәтижесінде Қытайдың экономикасы керісінше регресске кетіп қалады. Сондықтан Қытай үшін қазір ашық жолдар керек. Ол мысалы Қазақстан емес, ол тіпті Өзбекстан, Қырғызстан арқылы, мысалы Қырғызстанның 80% аумағы тау Қытаймен шектесіп жатқан. Сол тауды қанша ақша болса да салып, былтырдан бастап олар Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын салып жатыр. Қытай үшін қазір көбірек жол шығарып, көбірек Еуропаға, нарықтарға шығуға мүмкіндік керек. Сондықтан ол Қытайдың қазіргі өмір сүру гаранты. Егер Қытайдың жолдар жабылып қалса, ол Қытайдың өзіне кері әсер ететінін біліп отыр олар. Енді Қытай қазіргі таңда мықты индустриялы держава болып шықты. Біз қазіргі таңда Қытайдан көптеген арзан тауарларды сатып аламыз, әкелеміз. Бірақ бұл өзіміздің өндіріске залал келтірмей жатыр ма? Әрине. Мен бұған әрдайым өте жіті назар аударам, өйткені
салыстырмалы түрде қарайықшы, салыстырмалы түрде. Мен жақында достарым Қытайға барып келді, мен өзім сондай Қытайды әуелі айтпас бұрын мен әрдайым айтамын, Қытай болсын, Еуропа болсын, Америка болсын, сіз барып көріңіз бір рет. Көру керек. Сырттай тоң пішу оңай. Бір көріп келіңіз. Сол Қытайды мысалы мынандай стереотиптер болған менің достарымда, Қытай кір, лас жаңағы, ол жақта ешқандай мәдениет жоқ дегендей. Мен Қытайды мақтау тарапынан емес, олар Қытайдың прогрессті қалай дамытып жатырғанын көз-көзімен көріп келді. Сонда маған мынандай айтады. Біз 2026 жылы өмір сүріп жатсақ, Қытай 2056 жылы өмір сүріп жатырған шығар дегенде. Енді оның астары неде? Жаңа сіздің сұрақтың жауабы осыдан келеді. 1947 жылы Қытай Халық Республикасы құрылды ма, 1978-ге дейін 30 жыл бойы ең кедей мемлекет және жабық мемлекет болған. Кеңес одағы сияқты Қытай. 78 жылы Дэн Сяопин келеді да реформа жасайды. Ол қандай реформа? Ашықтық. Яғни шетелден инвестиция кесін, ішкі өндірісті дамыту, сосын өнім шығару деген мәселе. Бір ғана мысал, Шэньчжэнь қаласын білесіз ғой, естіген шығарсыз. Шэньчжэнь қаласы ол 78 жылы, 80 жылы Қытайдың ең алғашқы арнайы экономикалық аумағы болып ашылған. СЭЗ дейді ғой, ең алғашқы. Ал ашылмас бұрын ол жай балықшылардың ауылы болған. 40 жылда 2020 жылы 80 жылы ашылды, 2020 жылы 40 жылдығын атап өтті. Қазір Шэньчжэнь Қытайдың кремний аймағы, Қытайдың инновация қаласы, Қытайдың ғажайыбы деп аталады. Қалай олар жасады ол ғажайыпты? Қалай деген сұраққа келген кезде олар былай істеді. Шэньчжэньге сыртқы бизнес келетін барлық жаңағы мүмкіндіктер жасай отырып, ішкі өндірісті дамытуға барынша жаңағы талап қойды. Қазір мысалы мен бір шаршы шақырым дейді ғой, бір шаршы шақырым жерде 9 жоғары технологиялық фабрика орналасқан қаласында. Сондықтан Қытай жаңағы ғажайыбы соңғы 80 жылдан 20 жылға 40 жылда қалай болды деген кезде олар кішкентай цехтарды үлкен фабрикаға айналдыру үшін ішкі жаңағы өнімді шығаруға басты назар аударды. Қазақстан қазір Қажеке, біз неге сөйтпейміз? Қазақстанның проблемасы неде болып отыр? Неде? Біз Made in Қазақстан деген затты шығаруға әлігі күнге дейін мұқтаж болып отырмыз. Мұнай жарайды, мұнай деп талай айттық қой. Есіңізде ме? ГПФИР, жаңағы индустриалды инновационалық даму туралы. Бірді бағдарламасын, екі бағдарламасын. Мемлекет ақшаны құйды, одан сайын құйды. Нәтижесінде жаңағы самолет шығарамыз деген зауыт жоқ. Жаңағы дрон шығарамыз деген зауыт атымен бар. Ол мәселе онда емес, мен түсіндіріп өтейін. Бұл жерде мысалы сіз Павлодар қаласын білесіз, Павлодар қаласының тумасысыз. Бізде жаңағы СЭЗ деген бар ғой, арнайы экономикалық аймақтар 91 жылы тәуелсіз қалғаннан кейін ойбай нарыққа көшеміз деп ашамыз дедік та, ол дамымай қалады. Ойлаңызшы, біздің нағыз жұмыс істейтін ең алғашқы арнайы экономикалық аймақ Павлодар қаласында 2011 жылы 20 жылдан кейін ашылады. Ал енді қараңыз, 2011, қазір 2026, 15 жыл өтті. Павлодар аймағы Шэньчжэньнің бір хотя бы ең болмағанда бір бөлігіндей болатындай бір айналды ма? Аймаққа сондай дамитын. Жалпы айтқанда Павлодар ол еліміздің ең мықты индустриялы аймақ. Ең мықты индустриялы аймақ дегеннің өзінде Қазақстанда қазір Павлодарда шығатын бір керемет өнім шығаратын деген сияқты Тойоталар секілді машиналар енді қараңыз, Шэньчжэньнің енді Шэньчжэнь дегенде мен көрермендерге түсінікті болсын, мысалы BYD, Huawei компаниялардың барлығы осы BYD Қазақстаннан кетеді. Балық жоқ, мен айтайын деп тұрмын, осы қазір гигант болып отырған компаниялар осы балықшылар ауылынан 40 жыл бұрын пайда болған. Дұрыс айтасыз. Біз енді неге сөйтпейміз? Сізде ондай нақты жауап жоқ. Неге? Бар. Бізге олай жасау үшін бізге жаңағы кішігірім цехтар, кішігірім фабрикалар, өнім шығаратын зауыттар жасау керек болды. Түсінікті. Сыртқы саясат алаңында ресми Астана Қытай айтқандай әрекет жасап жатыр ма, әлде Қытайға сүйеніп жатырмыз ба, әлде Қазақстан шын мәнінде тәуелсіз саясатты жүргізіп отыр ма? Қазіргі таңда Қазақстанның мультивекторлы, көпвекторлы саясаты ол өзінің өміршеңдігі мен өзінің нәтижелігін көрсетіп отырған сияқты.
өйткені жай ғана өйткені біз көпвекторлық саясат дегеніміздің қысқа ғана мәні ешбір үлкен күштерге, яғни үлкен державаларға басымдық беріп тәуелді болмас үшін біз әртүрлі күштерді үйістіріп отыруға мүмкіндік жасап отырмыз. Нақты Қытай бізге әсер етіп жатыр ма? Қытай экономикалық әсер етіп жатыр. Бірақ Қытайдың экономикалық әсерін басу үшін біз не істеп жатырмыз? Мысалы, былтыр білесіз ғой, С5+5 Вашингтондағы саммитта президентіміз тікелей мемлекеттік іс-сапармен барып 17 миллиардқа Боинг, басқа да мысалы қаншама компаниялармен тыңдаңыз, олар не үшін жасап отыр? Бізге Қытайға төтеп беретіндей, жаңа өзіңіз айтқандай, бізде ішкі өндіріс жоқ. Huawei'мен бәсеке болатындай, BYD-мен бәсеке болатындай өндіріс жоқ. Сондықтан соның барлығын теңестіру үшін біз Еуропадан да, Америкадан да, Оңтүстік Кореядан да осы ақша жағынан болсын, инвестиция болсын, технология жағынан болсын, мысалы Nvidia неден кіріп жатыр ма Америкадан, мына жақтан Huawei кіріп жатыр. Олардың арасындағы осы аражікті жасауға ғана мүмкіндік жасап отырмыз. Сіздің сұрақтың жауабы осында жатыр. Біз қазіргі сыртқы саясаттағы нәтижелігіміз сода. Егер біз біреуге басымдық беріп қойсақ, әрине, жарайды, Huawei'ді біз бүкіл жерге кіргізейік десек, немесе жарайды, Қытайдың инвестициясы бізде бірінші орында болады десек, онда әрине біз қалып қоямыз. Ол мен емес, ол кейбір шетел сарапшылар былай деп айтады. Сыртқы саясат жағынан Қазақстан Қытайдың ықпалында жатыр деп айтады. Ол рас па? Шетел сарапшылар болған, мен ондай мониторинг жасадым. Ондай айтатын Еуропа мен Вашингтон. Неге? Өйткені қазір Вашингтон мен Бейжің арасында технологиялық сауда соғысы жүріп жатыр. Ол рас емес. Ол белгілі бір мүдде үшін, олар үшін рас. Біз үшін бұл өмір сүру қағидасы. Түсінікті. Кейбір сарапшылар былай деп айтады. Қытай үшін Қазақстандағы шын демократиясы керек емес деп айтады. Егер Қазақстанда болашақта шын демократия орнатылса, дәл сол кезде Қазақстанда батысты қолдайтын күштер билікке келеді, және де Қытайға қарсы әрекеттерді жасайды деген сөз. Сол себептен Қытай Қазақстанның демократияны қолдамайды. Қытайға Қазақстанда қазіргі сияқты жүйе керек деп айтады. Дұрыс интерпретация емес. Неге екенін айтайын ба? Айтыңыз. Қытайдың бүгінгі таңдағы экономикалық экспансиясы жүріп жатыр деп жатырмын ғой. Олар экономикалық қарым-қатынаста саясат жоқ деп айтады. Неге? Олардың бірақ нәрсесі бар айтады. Біз ешбір мемлекеттің ішкі жағдайына араласпаймыз дейді. Ол екіншісі бар. Ол Қытайдың өзі айтып отыр. Мен Қытайдың әрбір экспертінен естігем. Ол қандай сөз? Олар айтатыны, сіздер батыс инвестициясы келген кезде олар өзінің құндылықтарын алып келеді дейді. Яғни өзінің демократиясын алып келеді, өзінің талаптарын алып келеді. Сіздерге ақша бермес бұрын дейді батыс мемлекеттері. Әуелі біздің ережені қабылдаңыз, біз сияқты болыңыз, содан кейін барып сізге ақша береміз деп айтады дейді. Ал біз тек қана сауда ма, бизнес, басқа ештеңе жоқ деген саясатты ұстанамыз дейді. Шын мәнінде ол солай. Яғни Қытай өзінің құндылығын бізге әкеліп жатқан жоқ. Олардың айтып отырғаны жоқ, жаңа сіздің сауыққа да сол. Олар үшін, мысалы, батыс эксперттер айтады, Астана Бейжіңнің астына кетіп бара жатты дейді. Өйткені оларға солай айту ыңғайлы. Ал Қытай үшін ол да ыңғайлы. Қытай да айтады, егер жаңа еуропалық құндылықтар келетін болса, бұл әрине ертеңгі күні Қазақстанды бізден шеттетіп жіберуге мүмкіндік жасауы мүмкін. Өйткені мысалы батыс құндылықтар дегеніміз не? Демократия дегеніміз, мысалы Қытайдың өзінің жабық мемлекетінікі бар. Оларда деген нарықтық экономика бар ма? Бірақ коммунистік партия отыр. Ал коммунистік партия, социалистік лагерь, ол әрдайым капиталистік лагердің қарсыласы. Құндылық екі түрлі. Қараңыз. Мәселе басқада, мәселе осында. Қытайлар былай деп ойлайды. Егер ертең Қазақстанда батысшыл билік болып қалса, батыс Қазақстанды Қытайға қарсы құрал ретінде пайдаланады деген сөз. Соны айтып отырмын ғой. Олардың айтып отырғаны сол. Мына жаққа батыс құндылықтары көп болса, ол яғни біз батысты жақтаймыз деген сөз. Ал батыс деген қазір Қытайдың кімі? Қарсыласы. Болды. Сыртқы саясат туралы тағы бір-екі сөз қоссақ, егер ертең Қытай Тайваньға қарсы әскери операцияны ашса, біз не деп айтамыз? Енді ол сыртқы істер министрлігінің өзінің жеке позициясына, мемлекеттік позицияға байланысты болады. Біз не деп айтқан кезде, бұл жерде Қытайдың жаңағы жоғарыдағы бірақ нәрсесі шығады.
Тайвань мәселесі Қытайдың ол өз мәселесі. Қытайдың мысалы ішкі саясатын көңіл аударсақ, оларда мынандай идея бар. Ол идея сонау Дэн Сяопиннен былай қарай келе жатырған, бірақ Си Цзиньпин оны кәдімгідей ұлттық идеологияға айналдырған біртұтас Қытай деген. Олар айтады, біртұтас Қытай, яғни Тайвань ол Қытайдың құрамдас бөлігі. Мысалы, кезінде Гонконгты да мәселесі да, басқа мәселелер қалай болды? Ол ағылшындар мен француздар, Еуропа мемлекеттерінің Қытайға енуінің арқасында бөлініп алған сауда нәтижесінде. Сонымен, егер ертең Тайваньмен соғыс ашылса, біз үндемей отырамыз. Жоқ, мен ол үндемей отырамыз дегенде, бұл жерде мәселе басқада ғой. Бұл жерде позицияны білдірмеуге болады ғой. Позицияны білдірмеуге ол үндемей отырға деген сөз. Жоқ, енді қараңыз, бұл жерде мәселе үндемеуде емес. Ол Қытайдың жүргізіп отырған қандай да бір саясаты, ертең күні Тайвань мәселесіне келген кезде. Бұл не үшін жасалды? Мысалы, Тайвань соғысы басталып кетсе, ол соғыстың негізгі алғышарттары көп. Ол Американың өзінің мүддесі бар, ол Қытайдың мүддесі бар. Кейбіреулер бұлай деп айтады, Қытайлар өзіңді мықты ұлт, басқаларды жабайы деп санайды. Сонымен қатар енді кезінде еуропалықтар да солай санаған бізді. Тағы да басқалар бұлай деп айтады. Қытайда өте мықты империялық ұлтшылдық бар деген сөз. Сонымен қытайлар қазақтарды тең деп санай ма? Қытайлардың өзі ішінде хандықтар нағыз қытайлық деп өзін санайды, қалғандарын кіші ұлт деп санайды. Өзінің ішінде. Қытай империялық ұлт ретінде Қазақстанды тең деп санай ма? Қазақтарды дегендей. Қытай дегенде сіз кімді айтасыз? Қытай халқы ма? Қытай халқы. Қарапайым Қытай халқына мен енді бұл жерде бір қандай да бір барлық Қытайды білем деп айтпайғанның өзінде мен Қытайдың 15 қаласында болғам. Қарапайым қытайлықтар үшін Қазақстан ол мысалы мен сұрайды ғой, мен келем, олар айтады, біз Джунгоамыз дейді. Джунго деп өздерін Қытай деп солай деп айтады. Сіз қайдан келдіңіз дейді. Мен айтамын, осы қазақы район деймін. Қазақстан болды. Қазақтарға қатысы мүлдем олар қазақтар бар екенін де білмейді. Жоқ, біз былай деп ойлаймыз, ресейліктер нәсілшіл ұлт ретінде қазақты төмен деп санайды. Ал қытайлар ше. Ондай бізде тәжірибе болған жоқ қой. Ресейлер олай санайды, өйткені біз деген Ресейдің отары болдық. Дұрыс па? Біздің тілдік, жаңағы мәдени қандай да бір араласуымыз болды. Олар бізді біледі. Олар біздің жерде болған, бізде басқыншылық жасаған, жаңағы отарында болғанбыз, кеңес одағының құрамында болғанбыз. Олар айталады. Қытайлықтар олар айта алмайды. Біріншіден, олардың тілдік бізбен ешқандай коммуникациясы жоқ. Ал екіншіден, біз Қытайдың құрамдас бөлігі немесе Қытай Қазақстанның құрамдас бөлігі болған емес. Сондықтан олар айтып отырмын ғой, қытайлықтар қарапайым қытайлықтар Қазақстанның бар ма, жоқ па? Мүмкін кәсіпкерлер білетін шығар, а жалпы олардың өзінің жұмыстары жетіп жатыр. Сонымен элиталы бай қытайлар қазақтарды төмен деп санамайды. Мен білетін қытайлықтардың төмен санайтын немесе қазақтар туралы жалпы осындай пікір айтқан мен қытайлықты көрген емеспін. Қытаймен қарым-қатынаста бізде кейбір қызыл сызықтар бар ма екен? Бар. Біз біріне істесек, Қытай бізді нақты жау көре бастайды деген сөз. Осындай қызыл сызықтар бар ма? Бұл жерде бірақ мәселе бар. Ол тарихта жатырған нәрсе. Тарихта жатырған. Өйткені Қытайдың архивтерінде әлі талай біз білмейтін Қазақстан туралы, жалпы біздің мемлекеттің даму туралы түрлі мағлұматтар жатқаны бар. Біз оларды білмейміз. Ал енді қызыл сызық мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде қызыл сызық мәселесі бір ғана қазір әлемдегі болып жатқан. Ол егер біз ертеңгі күні, Қытайдың мына бөлігі біздің жеріміз деп айтатын болсақ, ол қызыл сызық болады. Немесе қытайлықтар келіп, мына Қазақстанның мына жері біздің жеріміз деп айтатын болса, ол қызыл сызық. Яғни біздің жерімізге қауіп төндіру. Болды. Басқа жағынан экономикалық қарым, бірақ қызыл сызықтан бөліп қауіп қатер дегенге мен қысқа ғана айтып кетейін. Қауіп қатер қандай? Біз егер технологиялық трансфер жасаймыз ба, біз өзіміз сол технологияны түсінетіндей мына жақта мамандар даярлауымыз керек. Бір деп қойыңыз. Екіншіден, қарыз аласың ба, ол қарызды ертең күні қайтарудың алдын ала жоспары болу керек. Мына әлемдегі болып жатқан жағдайды ескере отырып, біз осындай өзіміздің мүддемізді қорғайтындай нақты қадамдар жасауымыз керек. Болды. Басқа
Қытай жаулайды, Қытай басып алады деген мәселеге жаңа басында айтып кеткендей, экономикалық басымдық бар, экономикалық экспансия бар. Ол тек қана Қазақстанға қатысты емес, ол әлем бойынша, мысалы Америкаға барыңыз, Еуропаға барыңыз, тауарларының 80-90% сол Қытайда жасалған. Ол шындық. Қазақстан үшін не қауіпті? Қытайға дым жақын болу немесе Қытайдан дым алыс болу сіздің ойыңызша? Қазақстан үшін Қытайдан алыс болу. Өйткені бізге одан керісінше кері әсері болуы мүмкін, әсіресе экономикалық тұрғыдан. Шинжаң мәселесі біздің қарым-қатынасымызға қалай әсер етеді қазіргі таңда? Егер қалай Қытай Шинжаңда түрлі нәрселерді жасайды деген сөз бар, сондықтан біздің билігіміз, біздің халқымыз бұған қалай қарайды және не істеу керек? Менде мынандай сұрақта, егер Шинжаң сияқты бізде Қазақстанда бір аймақта сондай жағдай болса, мысалы, ол кімнің азаматтары? Қазақстанның азаматтары, иә? Сырттан келіп Қытай айтса, ана жердегі азаматтар, ол біздің қытайлықтар, біз олардың мәселесіне араласамыз десе, біз қалай оған жауап берер едік деген сұрақ туады. Болды. Бұл жерде мен Шинжаңдағы мәселенің түрлі ақпараттар бар, ол жерде арнайы лагерлер бар деген, басқа да. Бірақ ол Қытай азаматтары, Қытай паспортымен отырған азаматтар. Сондықтан біз егер ол мәселеге тікелей араласамыз десек, яғни біз Қытайға соғыс ашуымыз керек деген сөз. Барып, жаңағы орыстар сияқты, мы бәріміз орыстарды құтқарамыз дегендей, барып қазақтарды құтқарайық. Қазақтар деген ұлты бар олардың, әрине, жоққа шығармаймын. Бірақ олардың паспорты Қытай. Ол Қытай азаматтары. Ертеңгі күні сіз Шинжаңға басып кіреміз деп, немесе Шинжаң мәселесін шешеміз десеңіз, сіз сол мемлекеттің ішкі жаңағы территориясына басып кіру деген сөз. Сондықтан мен бұл мәселеде тек қана айтатыным, бұл мәселе әрине, егер ондай жағдайлар расталып жатса, ол халықаралық бір, мысалы, ұйымдар арқылы арнайы жаңағы жасалынатын зерттеулер болады ғой, мысалы, қылмыстық бір әрекеттер жасалып жатса, сондай бір халықаралық мандатпен кіруге, шешуге болатын шығар. Бірақ бір мемлекеттің екінші мемлекеттің ішіне кіріп, мына мәселе мынандай болып жатыр, біз осылай ойлаймыз деп айту, ол тура солай ертеңгі күні онда сен күт. Саған келіп, мысалы, Павлодарда немесе Петропавлда орыстар осылай деп жатыр екен, біз барып соның мәселесін шешеміз деп кіретін басқа мемлекеттің ішкі мәселені араласуына дайын бол деген сөз. Менің ойымша солай. Бұл жерде формула ең оңай. Әрине, шешілу керек ондай мәселелер. Егер қандай да бір кризис болып жатса, қандай да бір жаңағыдай адам құқықтарын бұзу, басқа да мәселелер болып жатса, онда халықаралық жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы, басқа да ұйымдардың арқылы шешіліп, сол жерге сол тәуелсіз жаңағы арнайы зерттеулер кірсін. Бірақ бір мемлекет екінші мемлекетке қарсы қоймау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді 21 ғасырда ақш Қытайды құртайын деп жатыр, иә. Үлкен дүниежүзілік деңгейде осындай мүмкін салқын соғыс болса, және де осындай нақты соғыс ашылуы мүмкін, иә. Енді осындай ақш пен Қытайда арасында болып жатқан жағдай бізге қандай әсер етуі мүмкін? Тура Ресей мен Украина соғысы сияқты кері әсерлер болады, әрине. Өйткені ол жақта мысалы санкция болса, ол санкциядан кері әсер болып жатыр ғой бізге де. Мысалы кейбір компаниялар сол санкциялық тізімге ілініп кетіп жатырды. Тура сол сияқты ертеңгі күні Қытай мен ақш арасындағы текетірес күшейетін болса, онда одан алатын зардаптар тікелей Қазақстанның экономикасына, сауда-саттығына, технологиялық тұрғыдан түрлі бұғаттарға алып келуі мүмкін. Мысалы қараңыз, ертеңгі күні Қытай айтатын болса, біз Американың мынандай тауарларына санкция қоямыз. Немесе Америка айтатын болса, біз Қытайдың мынадай технологияларына санкция қоямыз. Ал бізде екеуі де бар. Біз iPhone-ды да қолданамыз, біз Huawei-ді да қолданамыз. Біз жаңа Nvidia-да да отырмыз, біз Boeing самолеттерін аламыз, біз басқа да Қытай технологиясын аламыз. Мысалы, яғни қай жақтан қандай да бір тыйым салу болатын болса, санкция болсын, басқа болсын, оның тізіміне біз өйткені екеуін де тұтынып отырмыз. Әрине, екі піл сүйенсе, ортасында бір шыбын өледі дегендей, сол шыбын біз болып қаламыз. Бұдан әрине, сондықтан бұл тұрғыдан алған кезде біз керісінше осы жаңа болжамдарды ескере отырып, мүмкін болу болжамдарын ескере отырып, біз диверсификацияны ары қарай жалғастыруымыз керек. Ол Жапония, ол Оңтүстік Корея, ол басқа да мысалы араб елдері, түркі елдері мемлекеттермен қарым-қатынасты қосымша жанама түрде дамыта беруіміз керек. Ертеңгі күні тұзаққа түсіп қалмас үшін.
Сонымен қатар егер ертең бірне болып қалса, сол себептен немесе Қытай, немесе ақш бізге осындай таңдау, осындай сұрақ қойса, немесе бізді таңдайсыз, немесе жауымызды таңдайсыз, нақты таңдау дәл қазірдің өзінде жасау керек деп айтса, біз не істемекші боламыз? Оны көре жатармыз. Бірақ мен айтар едім, бұл жерде таңдаудың да астары болады. Америка қай жақта жатыр, ол мұхиттың ар жағында, Қытай біздің көршіміз, ортақ шекарамыз бар. Ертең күні бізге Қытайдың тұрақсыздығы, немесе Қытайды мысалы жау санап кетсек, онда біздің де елімізге қауіп төнеді. Американың ешнесі кетпейді. Ол ан жақта отыр, ертеңгі күні. Дұрыс айтасыз, бірақ Американың қолдары ұзақ, және де ол қашықтан да бізге залал келтіре алады. Сол себептен мен бұл мәселе туралы аса алаңдап отырмын, себебі осындай үлкен бәсекелестік, үлкен соғыс ашылса, біз не істейміз деген сұрақ өте өзекті деп санаймын. Сондықтан бізге көп тарапты қарым-қатынасты жалғастыра беру керек. Еуропа одақтары болсын, басқа да мемлекеттер болсын. Дұрыс айтасыз, Қазбек, сізге үлкен рахмет, көп рахмет. Өте маңызды, өте әсерлі дискуссия болып шықты. Құрметті көрермендер, бізге лайк басып, комментарийлеріңізді жазып, сау саламат болыңыздар. Сау болыңыз.